Сіз Қазақстандағы ымырт орманы деп аталатын орман туралы естіп пе едіңіз? Бұл орманға кіруге жергілікті аңшылардың өзі тәуекел етпей айналып өтетін болған. Қазақстанның солтүстік шығысында, Бұқтырма мен Қалба жотасының аралығында орналасқан қалың орман бар. Бірақ бұл орман жайлы ресми ғылым өте аз мәлімет береді. Жергілікті тұрғындар оны ымырт орманы деп атайды. Себебі, орман ішіне күндіз кірсең де жарық жетпейді. Жапырақтар тым қалың, ал түнде ондағы тыныштық, сұмдық үрей шақырады дейді. 1983 жылы осы аймақтағы геологтар тобы экспедицияға шығады. Олар тексермек болған кен орнына жетпей, 3 шақырым жерде тоқтап шатыр тігеді. Таңертең командир оянады да бүкіл топтың жоқ екенін көреді. Шатырлар орнында, аяқ киім, азық, құрал, бәрі орнында. Бірақ 10 адам із-түссіз жоқ. Құдды орман оларды жұтып қойғандай. Ресми құжаттарда бұл бораннан адасып, үсіп өлген болуы мүмкін деп көрсетілген. Бірақ сол түні ауа райы ашық болған. Іздеу жұмыстары нәтиже бермеген. Ал жергілікті қариялар бұл орманды аруақтар мекені деп атайтыны сол кезден басталған. Тағы бір таңғаларлық дерек. 2009 жылы НАСА спутнигі түнгі Қазақстан суреттерін тіркеген. Қараңғы даланың ішінде басқа еш жарық көзі жоқ аймақта әлде бір көзге көрінбес жарқырау байқалған. Ғалымдар бұны табиғи газдың өздігінен жануы болуы мүмкін деген. Бірақ сол манда мұндай кен орындары тіркелмеген. Бүгінгі күнге дейін бұл орман толық зерттелмеген. Себебі GPS жүйесі жұмыс істемейді. Байланыс жоғалады. Ал жер бедері картамен сәйкес келмей шығады. Бірнеше ғылыми топтар барған, бірақ бәрі ерте қайтып келген. Басты себеп психологиялық қысым мен әлде бір түсініксіз үрей сезімі. Сонымен ымырт орманы бұл табиғи құбылыс па, әлде өзге бір құпияның ізі ме? Мүмкін бұл тек оптикалық иллюзия мен фольклордың қосындысы ғана шығар. Сен баруға батылдық етер ме едің? Видео ұнаса каналға тіркеліп пікір жаза кетіңіз.